Стрессті құмар ойынсыз жеңудің жолдары. Өзіне көмектесу және маман көмегіне жүгіну қашан қажет? Көп адам құмар ойынға қызығушылықтан емес, ішкі қысымнан барады. Біреу күйзелістен қашады, біреу шаршағанын ұмыту үшін кіреді, біреу жалғыздықты басқысы келеді. Сондықтан стресспен күреспей, ойынмен күресу әрдайым жеткіліксіз. Егер адамның өмірінде тұрақты қысым болса, ол міндетті түрде бір жақтан шығуға тырысады. Сол себепті өзіңе көмектесудің қарапайым, бірақ маңызды жолдар бар. Ұйқы режимін қалпына келтіру, денені қозғалысқа қосу, экран уақытын азайту, сенімді адаммен сөйлесу, күн тәртібін тұрақтандыру. Бұл ұсақ көрінуі мүмкін, бірақ тұрақсыз күйдегі адамға дәл осындай қарапайым тіректер керек. Ресми кездесулерде де психологтар мен аддиктологтар құмар ойынға байланысты қауіп туралы білім берумен қатар, өзара қолдау дағдыларының маңызын атап өткен. Маман көмегіне қашан жүгіну керек? Егер адам тоқтатуға бірнеше рет тырысып, қайта оралса, қарыз көбейсе, көңіл-күйі күрт бұзылса, ұйқы, ашу, үрей, үмітсіздік күшейсе, жақындарымен қарым-қатынас бұзылса, онда кешіктірмей көмекке жүгіну керек. Қазақстанда жаңа тәртіп бойынша құмар ойындарға тәуелді адамдарға мемлекеттік клиникаларда анонимді әрі тегін медициналық көмек тетігі енгізіліп жатыр. Бұл өте маңызды. Өйткені бұрын есепке алудан қорыққан адамдар көп жағдайда ресми көмекке бармайтын. Енді мұндай кедергіні азайтуға бағытталған өзгеріс бар. Демек, көмек сұрау бұрынғыдан да қолжетімді. Ең бастысы, өзім-ақ қоямын деп жүріп уақыт жоғалтпау. Кей жағдайда маманға жүгіну соңғы шара емес, ең сау шешім.